Армысын қазақ елі, бұл экспресс жаңалықтар бізде бар болғаны 1 минут кеттік. Әлемде 12 миллионнан астам адам коронавирус жұқтырды. Ақпарат экспресс-ка сайтында шықты. Эпид жағдай ушығып барады. Азия елдерінде. Оңтүстік Корея мен Қытайда ауру жұқтырғандар көбейіп кеткен. Қытайда тіпті рекорд. Бірден 30-ға жуық аймақта стелс омикрон штаммен сырқаттанғандар бар. Ал Шанхай мен Шиньян қалаларында локдаун жарияланды. Карантинге жабылды. Әлемде жағдай қиын. Біздің елде не болып жатыр? Қазақстанда жабық мекемелерде маска тағып жүру талабы алынып тасталды. Енді ана масканың артындағы мұртты қырып жүру керек қой. Бірақ бауыр басып қалған маскаларыңызды лақтыруға асықпаңыз. Адам көп жиналатын жерлерде, қоғамдық көлікте маска киіп жүрген дұрыс болар, дейді ведомствоаралық комиссиядағылар. Ал ақпараттың толық нұсқасы